Жарайсыңдар табиғат құрышымен жұмыс жасап жатыр екенсіңдер, иә? Апай біз табиғат құрышымызда тастар не қыптың? Дұрыс айтасың, Аңсар. Бұл тас табиғатымыздың бір бөлшегі. Балалар айтыңдаршы, табиғат нешеге бөлінеді? Екіге. Қандай болып? Табиғат. Түрі табиғат, дұрыс айтасың. Ал тас қандай табиғат түріне жатады? Дұрыс айтасың, өлі табиғат. Ендеше тасты зерттеу үшін біз балалар сендермен зертханаға барамыз. Барғыларың келе ме? Иә. Ендеше кеттік. Ал балалар, зертханаға қош келдіңдер. Бүгін біз сендерменен тасты зерттейтін боламыз, иә балалар? Иә. Балалар, қараңдаршы, тастар әртүрлі көлемде, әртүрлі пішінде, әртүрлі түсте болады екен. Мына тастың түсі қандай? Қара. Ал мына тастың түсі қандай? Ақ. Көрдіңдер ме? Түрлері, пішіндері әртүрлі болып келеді екен. Ендеше балалар, сендер мына зертханада жақындатуыш құралменен тастарыңды қарап көріңдерші. Сендердің тастар не көреді екенсіңдер? Ал. Аңсар, сен тасыңнан не көріп тұрсың? Ханшайым, сен не көріп тұрсың? Қара нүктелер көріп тұрмын. Фатима, сен тасыңнан не көріп тұрсың? Сенің тасыңнан жылтыр көріп тұрмыз. Аңсардың тасынан не көріп тұрмыз? Қара жолақтар көріп. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді келесі зертханада мұқият жұмыс жасау керекпіз, иә балалар? Ендеше көзілдірігімізді түсірейікші. Көзілдірігімізді түсіріп, тастарды ұрып көріңдерші. Қандай дыбыс шығып жатыр балалар? Тық еткен, иә балалар? Ал енді қараңдар, апайды тыңдаймыз. Балалар, мынау жасанды тастар. Жасанды тастар, иә? Бұны адамдар қолдан жасап, түрлі түсті етіп бояп қойған екен. Мінекей қараңдар. Табиғи тастардан тық еткен дыбыс шықса, жасанды тастардан қараңдаршы. Қандай дыбыс шықты? Нәзік дыбыс шықты, иә? Нәзік дыбыс шықты. Енді көзілдірігімізді көтеріп қоямыз. Енді балалар, біз сендермен тағы бір тәжірибе жасап көреміз, е? Мінекей мына шыны ыдысқа біз тас салатын боламыз, е? Бір шыны ыдысқа. Ал келесі шыны ыдысқа мынау не балалар? Ағаш салатын боламыз. Ал мына ыдыста не тұр? Құм тұр, е? Енді осы ыдыстарға су құйып көрейікші, кәнекей. Фатима, су құя. Жарайсыңдар балалар. Енді назар аударып қараймыз. Мына ыдыста тас қайда тұр балалар? Астында қалып кетті. Астында қалып кетті. Не үшін? Өйткені ол ауыр. Ал келесі ыдыста ағашымыз? Өйткені ол жеңіл. Судың бетінде қалқып тұр. Өйткені ол жеңіл, иә? Ал құм не істеді балалар? Өйткені құм ол суды жұтып алды. Сіңіріп алды, дұрыс айтасың. Құм суды сіңіріп алды. Балалар, сендерге бүгін зертхана ұнады ма? Иә. Ендеше қолдарымызды сүртейік, е балалар? Қолдарымызды сүртіп алайық. Жарайсыңдар балалар. Апай, сізге де рахмет. Сау болыңыз. Сау болыңдар балалар.